Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып математика. Бірінші бөлім. 12-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу. Олай болса, бірінші мысалға назар аударайық. Сандарды 10-ға дейін толықтырып көрші. Қане, қандай сандар жетіспейді? Ойланып, өз ойымен бөліс. Екінші мысал. Бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтырып, қосуды орында. Бірінші қосылғыш бұл жерде қанша? Қане? Үлгі бойынша мен сендерге түсіндіріп өтейін. 5 пен 9-ның қосындысының мәнін табу үшін, яғни бұл жерде бірінші қосылғышымыз 5, екінші қосылғышымыз 9. Енді бірінші қосылғышты 10-ға толтыру қажет, яғни 5-ті 10-ға толтыру қажет. Ол үшін біз 9 санының құрамын еске түсіреміз. Яғни қандай санға қосқанда 9 шығады? 5-ке 4 қосқанда. Солай емес пе? Яғни біз 5-ке 4-ті қосып арқылы біз санның құрамын таптық, 9 болатын. Енді бірінші қосылғышымыз 5, яғни оны 10-ға толтыру керек. 5-ке мына 5-ті қосамыз. Санның құрамы 9 санның құрамындағы 5-ке 5-ті қосамыз. Қанша болады? 10 болады. Оған 4-ті қосамыз. Сонда есептеу бізге оңай болады. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 4-ті қоссақ 14. Дәл осы үлгі бойынша екінші мысалды ары қарай өзің шығарып көрші. Кәне, мен бастап берейін. 6 мен 9-ның қосындысының мәні нешеге тең деп тұр? Яғни бірінші қосылғышымыз 6, екінші қосылғышымыз 9. Бұл жерде біз 6 санын 10 санына толтыру керек. Ол үшін 9 санының құрамын тағы да еске аламыз. Яғни 4-ке 5-ті қоссақ 9 болады. Тең 6-ны 4-ке қосамыз 10 болады. Ар жақта 4 қалады. Сонда бұл жерде 14 болады. Үлгіге қарап, әрі қарай өзің жасап көр. Үшінші мысал. Мына бос орынға тиісті санды қояйық. Сонда бізде мәні 12-ге тең болу керек. 9-ға 1-ді қоссақ 10, 10-ға нешені қоссақ 12 болады? 12. 2-ні қоссақ 12 болады. Енді балалар, екінші мысал жанындағысын назар аударайық. Мына жерде бос торкөздің орнына сан табу қажет. Ол үшін 2 санын 10 санына толтыру керек. 2-ге нешені қоссақ 10 болады? Әрине 8-ді. 8-ге 2-ні қоссақ 10, 10-ға 3-ті қоссақ 13. Яғни бүгінгі сабағымыз балалар, сендерге айтып тұрғандарындай, бірінші қосылғыш немесе екінші қосылғышты 10-ға толтырсақ, жанындағы санды қосу өте оңай болады екен. Дәл осы үлгі бойынша өзің ары қарай жалғастырып көр. Төртінші мысал. Есепті шығар. Атасы Балжанға 7 мақалдың, ал әжесі 4 мақалдың мағынасын түсіндірді. Балжан атасы мен әжесінен барлығы неше мақал тыңдады? Қане, бұл жерде атасы 7 мақал, әжесі 4 мақал. Бұл бізге белгісізі барлығы, яғни мынау белгі бізге барлығы табу қажет. Есімізге түсірейік. Балалар, барлығын табу үшін біз не істейтін едік? Әрине, қосамыз. Яғни 7-ге 4-ті қосамыз. Сол кезде барлығы шығады.
шешуі, шарты және жауабын жаз. Есепті қандай амалмен шығардық? Неліктен олай жасадық? Жауап беріп көр. Қосындыларды салыстыр. Балалар, бұл жерде қосынды 72-ге 6-ны қоссақ неше болады? Бұны 2 таңбалы санға 72 деген 2 таңбалы сан, 6 деген 1 таңбалы сан. 72-ге 6-ны қосу үшін біз 78 санның ондығы 7, бірлігі 2. Бірлікке бірлікті қосамыз. Яғни 6 деген бірлік. 2-ге 6-ны қосамыз 8, яғни 78 болады. Мына жерде де дәл солай. Бірлікке бірлікті, ондыққа ондықты қосамыз. Бірлігіміз 7 және 0. 7-ге 0-ді қоссақ 7-дің өзі болады. 6-ға 1-ді қоссақ 7. Сонда қанша болады? 77 болады. 77 көп па, 78 көп па? Әрине, 78 көп. Сағаттарды қай уақытты көрсетіп тұрғанын айтайық. 3 сағаттан кейін сағаттар қай уақытты көрсетеді? Қане, есімізге түсірейік. Балалар, есімізге түсіре кетсек, уақыттың өлшем бірлігі сағат. Балалар, бұл уақыттың өлшем бірлігі. Сағаттың 2 тілі болады. Бірінші қысқа тілі ол сағатты көрсетеді. Екінші ұзын тілі бұл минуттықты көрсетеді. Яғни, бірінші суретте нешені көрсетіп тұр? Кіші тілі 11-де, үлкен тілі 12-де. 11:00. Енді 3 сағат өткеннен кейін санайық. 11 мен 12 болған кезде 1 сағат, 12 мен 1 болғанда 2 сағат, 3 сағат. Сонда нешеге болады екен? 3 сағаттан кейін 2-ні көрсетеді. 2:00 болады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде де қарасаңдар, кіші тілі 4-те, үлкен тілі 12-де. Яғни 4:00 көрсетіп тұр. 3 сағаттан кейін нешені көрсетеді? Әрине, 7-ні көрсетеді. Келесі сағатқа назар аударайық. Бұл жерде кішкене тілі, қысқа тілі, яғни 8-де, ұзын тілі 12-де, 8:00. 3 сағаттан кейін 11 сағатты көрсетеді. Өрнектердің мәнін тап. Балалар, бұл жерде 2 таңбалы санға 2 таңбалы санды қосу, 2 таңбалы саннан 1 таңбалы санды азайту, 1 таңбалы санға 1 таңбалы қосу жақша. Біз бұл өрнектердің барлығын мәнін таба аламыз деген ойдамын. Өрнектердің мәнін тауып, мұғаліміне тексеруді ұмытпа. Енді көп жылдам өрнектердің мәнін өз суретімен орналастырып, жауаптардың астына сәйкес әріптерді жаз. Шыққан сөзді оқы. Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің? Осыны маған түсіндіріп, айтып беріңдер. Және өз ойыңмен бөліс. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.